Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге омырау сүтін сақтауға болатыны жайлы айтатын боламын. Иә, омырау сүтін сақтауға болады. Ол тікелей қоршаған ортаның температурасына байланысты. Омырау сүтін бөлме температурасында, тоңазытқышта және мұздатқышта сақтауға болады. Ең алдымен гигиеналық талаптарды орындау қажет. Яғни қолды және кеудені сабынды сумен алдымен жуып аламыз, сосын арнайы стерильді контейнерді немесе шыны ыдысты стерильдеп пайдалануға болады. Сау үшін молокосос немесе қолды пайдалануға болады, немесе арнайы аппараттарды пайдалануға болады. Сауып болған соң крышкасын жауып, сол күнді және сағатты жазып қойғаныңыз абзал. Тоңазытқышта 0 және 4 градус аралығында, есігінде емес, тоңазытқыштың артқы жағында 7 күнге дейін сақтауға болады. Ал мұздатқышта -15 градус Цельсийде 14 күн, -18 градус Цельсийде 4 ай, ал -20 градус Цельсийде 6 айға дейін сақтауға болады. Ал бөлме температурасында 22 және 25 градус Цельсий аралығында 2 сағатқа, ал 19 және 22 градус Цельсий аралығында 6 сағатқа дейін сақтауға болады. Енді жылыту үшін не істеу керек? Кейбір балаларға бөлме температурасындағы сүтті жылытпай-ақ беруге болады. Ал оны тоңазытқыштан немесе мұздатқыштан алған кезде микроволновкаға мүлде жылытпаңыз. Оны 38 және 40 Цельсий градус аралығындағы қайнаған жылы суға бутылкаңызды салып, 20 минуттың аралығында балаға жылытып берсеңіз болады. Сол кезде сүт өзінің құрамын және қасиетін бұзбай сақтайтын болады. Бұл сүт сақтауға арналған стерильді контейнерлер. Сүтті осылай контейнерлерге сақтау студенттерге және жұмысқа шыққан аналар үшін өте тиімді болып табылады. Батыс шетелдерінде омырау сүтін сатып донор болу ол бизнес көзіне айналған. Егер видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.